Елдегі ахуал елім деп, жерім деп жүрек елжіреген азаматтарды және біз сияқты ғылыми жұртшылық өкілдерін бейжай қалдырмаған анық. Ендеше елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың төңірегінде табылып, ел үшін, ел тыныштығы үшін үлесімізді қосайық ағайын. Әсіресе мен жоғары білім саласының өкілі ретінде мен жастарға қарата әңгіме айтқым келеді. Кеше ғана президент өз үндеуінде мынау ата-бабамыздан қалған үлкен ұран елдікті сақтауды ту етіп ұстап, азаматтық белсенділігін танытқаны үшін, ел тыныштығына үлес қосқаны үшін ерекше алғысын айтуы бұл өзге жастарға да үлгі болу керек деп санаймын. Жалпы біздің мынау бұзақыларға, арандатушыларға біз жастарымыздың арандап қалмауын қадағалауымыз керек. Соны біз үлкен аға буын өкілдері айтып отыруымыз керек. Оны тыңдайтын жастар бар екеніне мен сенем. Өйткені елдің қозғаушы күші, елдің ертеңі бұл жастар қолында. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімдерін қолдай отырып, елдегі тыныштықты, бірлікті сақтауға бәріміз атсалысайық ағайын.